Bәріне сәлемдістер, сендермен бірге мен Зек Геймер. Бүгін біз Brawl Stars'та қалай екінші аккаунт ашуға болатынын көрсететін боламыз. Ал ендеше тез бастайық. Бірінші үстінде тұрған үш нені басасыздар, үш сызықты көріп тұрған. Сосын Supercell ID-ға кіресіздер. Supercell ID. Одан кейін өздерін настройкаға кіресіздер ол жерден. Сосын мына жерде VT деп тұрады, соны басасыздар. Подтвердить. Қорқпаңыздар, ойын нелеріңіз сақталады, аккаунттарыңыз. Сосын играть без подключений басасыздар. Қазір сосын өздеріңізге новый аккаунт аша алатын боласыздар. Бұл аккаунтта мен не істейтінімді білмеймін әзірше. Міне көріп тұрғандарыңыздай ашылды. Вот, easy на peasy. Оп оңай, барлықтарыңыз істей алатын боласыздар. Бірақ бұл аккаунтпен ойнап сақтап алу үшін сіздерге Supercell ID керек болады. Сосын естеріңізде болсын, Supercell ID-ге тек бір-ақ қана email аккаунт не болады, ғана кіргізе болады. Сондықтан новый аккаунт ашуларыңыз керек болады. На аккаунтты кіргізу үшін өздеріңізге жаңа аккаунт қылдырып. Әйтпесе бұл аккаунт сіздер ойнап өздеріңіздің основной аккаунттарыңызға кіргенше сақталып тұрады. Сіз сол аккаунтқа кірген соң бұл аккаунт сақталмай қалатын болады. Түсінген шығарсыздар. Енді мен қазір өзіме ат қояйын. Бұл аккаунтпен мен не істерімді әлі білмеймін. Бұл аккаунт менің основной аккаунтым болмайды. Біліп тұрған шығарсыздар, менің канал болады. Тек қана мұнда жайт по приколу. YouTube. Осылай қылдырайын. YouTube. Ат қою керек, нормально. YouTube. Зек Геймер. Зектің мына жеріне сосын тоқтай тұрыңдар, мынасына бейті. Так. Геймер. Зек Геймер. Енді смайлик қойайын ба, қоймайын ба білмеймін. Бірақ керек емес сияқты, сондықтан өзіме кеттім. Ашамыз. Осылай окей басамыз, өзіміздің возрастымызды жазамыз. Менікі әрине 13-14 басамыз. Подтвердить басамыз. Енді бұны істейміз. Оны мен сіздерге көрсетпеймін, өзім ойнап көремін. Вот мен кірдім, осындай аккаунт болып шықты. Бұл аккаунтта мен бірінші әлі видео шығады, бұл аккаунт туралы. Бірінші ящиктер ашу туралы видео түсіретін шығармын. Немесе қазір мен сіздерге көрсетейін. Бұл бұрынғы аккаунттарыңызға қалай қайту керек екенін көрсетейін. Supercell ID-ға қайта басасыздар. Мына жерде өздеріңіздің бұрындағы аккаунттарыңыз тұр. Зарегистрироваться Supercell ID. Мен соны басам. Новый өткен Supercell ID ашам. Мына жерге өзімнің жаңа электронный поштамды жазам. Солай өзімнің мына аккаунтымды да кіргізетін боламын Supercell ID-ға. Ал ендеше сіздермен болған мен Зек Геймер. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Жаңа видеоларды анадан күтіңіздер. Сіздермен болған мен Зек Геймер. Ал ендеше сау болыңыздар.